адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 177 жыл бойы өмір сүріп келеді, және мәңгі өмір сүре бермек. Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Құрметті әдебиет сүйер қауым, қазақтың біртуар ұлыларының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы, Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған ұлы халықтың ұлы Абай атты әдеби сазды кешімізге қош келдіңіздер. Жүрегін шырақ етіп жандырған кім, жырымен жан сусынын қандырған кім, өзіне өзі орнатып ескерткішті мұрақып кейінгіге қалдырған кім дей отырып, Шаттық би тобының орындауындағы биді қабыл алыңыздар. талабын тасқияға өрлеткен кім? Құбажан Құбахан құла қырда өлеңмен бесігіңді тербеткен кім деп келесі кезекті Абай өлеңдеріне берейік. Абай Құнанбаев, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қолы сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбек мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіш сүтпен әуре етпе, құмарпаз оп мақтанды қуып
кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосадасып, салпылдап сағым қуған бойың етпе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оймаққа ерме. Жүрегіне сүңгіде түбіңгөзде, сынан тапқан шынасыл тастай көрме. Абай Құнанбайұлы, өлсем орным қара жер, сіз болмай ма? Өлсем орным қара жер, сіз болмай ма? Өткір тіл, бір yolшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге кез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алмаған мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі келмек бір жанға әлдетпе, қаны қара бір жанын жаны жара. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасында албырт өстім ойдан жырақ, айлаға ашуға да шақтым шырақ. Ерте ойландым, жете алмадым, етек басты көп көрдім, елден бірақ. Ой кіргені тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен ермезіме. Өзі еріме, ерік берме, жұт қор етті, сен есіркетін жұта бақ сөзіме. Ішім толған умен өрт, сыртым дірдей, мен келместе кетермін түк өндірмей. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта берейін. Абай Құнанбайұлы, жаз. Жазды күн шілде болғанда, көкорай шалғын бәшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай айнала шауып ұлтылдап. Соқтық балы соқпақсыз жерде өскен кім? Үнмен әділдіктің лебескен кім? Арманын аттандырып келешекке, біздермен осы күні тілдескен кім дей отырып, Абайдың қара сөздеріне кезек берейік. Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шалдар ауылы, Абай атындағы жалпы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Мәлік Нұршуақ. Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын жүрмесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Абай Құнанбаев, 6-шы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қате тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда, байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малынды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын қылмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-біріне пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өтпесін болдап, ол болмаса бір пәле салып, қозғалатып, әйтеуір бірін-бірін алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, қолдаған адам бөлімді жау көріп, ақиретте дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, ез атанып, еріншек атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болғанмен көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың.
Кеселді жалқау қол жатпас, әзір тамақ әзір, сырттың пысық ішін ас, артын ойлап, ялмас болып жүріп тірімін деме. Одан да Алла жіберген ақ жаулықты өлімнің өзі артық. Тайсалмай мыңмен жалғыз алысқан кім, жауына найза сөзін шаншқан кім. Өзендей құйған барып көк теңізге, Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім деп Абайдың поэмасына назар аударайық. Абай атындағы жалпы орта мектептің 8-ші А сынып оқушысы Төлеубек Ердәулет. Абай Құнанбаев Ескендір. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен, Македония шаһары оған ма екен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрек 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды тұрақтанды. Көп елді күтілмеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрінде бодан қылып өкіметін өзіне тартып апты. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қанішер қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер жиып жарақтанып, естіген елдеріне жүріп кетті. Атына өлмейтін мұра қалдырған ұлы Абай данышпанымыздың Абай мұраларын ұлықтай қатты әдеби сазды кешіміз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет.